Саламатсыздар ма, балалар? Әдебиет әлеміне қош келдіңіздер. Біз бүгін 7-ші сыныпқа арналған қазақ әдебиеті сабағында Сансызбай Сарғасқаевтың «Тәмпіш қара» повесі бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Біздің бүгінгі сабақ мақсатымыз шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру. Ал сіздердің бұл сабақта білетіндеріңіз шығарма эпизодтарын талдайсыздар, сонымен бірге кейіпкерлер бейнесін салыстыратын боласыздар. Ең алдымен өткен сабаққа шолу жасап, автор өмірі мен шығарма мазмұнын еске түсіре кетейік. Сансызбай Сарғасқаев 1925 жылы 29 ақпанда қазіргі Жамбыл облысының Қордай ауданындағы Сұлутөр ауылында дүниеге келген. Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтын 1955 жылы бітірген. 1946-1949 жылы аудандық Красногоршы газетінде әдеби қызметкер, жауапты хатшы. 1949-1960 жылдары Қазақстан пионері газетінде бөлім меңгерушісі, жауапты хатшы, бас редактор қызметін атқарған. Ал 1960-1968 жылдар аралығында Лениншіл жас газетінде Жұлдыз журналында жауапты хатшы қызметін атқарған. Екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан майдангердің жазушы болып қалыптасуына осы кезең ерекше әсер еткен. Жазушы 1995 жылы 25 шілдеде дүниеден қайтқан. Сансызбай Сарғасқаев қазақ балалар әдебиетінің көрнекті өкілі, кейіпкерлері ауыл балалары болып келеді. Балаларға арнап көптеген повестер мен әңгімелер жазды. Соның бірі «Тәмпіш қара» повесі. Жас жеткіншектерге арналған шығармаларын көпшілік жылы қабылдаған. Балалар сүйіп оқитын шығармалар қатарынан орын алған. Шығармаларында жас жеткіншектердің қоғамға пайдалы істері, өнер білімге деген құштарлығы, достық қарым-қатынасы жайлы жаза отырып, оқырмандарын парасаттылыққа, қайырымдылыққа, төзімділікке, адамгершілікке баулиды. «Тәмпіш қара» повесінде өткен ғасырдың 30-шы жылдарындағы ауыл өмірін суреттейді. Балалар, осыған дейінгі сабақтар арқылы шығарманың толық мазмұнын білетін боларсыңдар деп ойлаймын. Енді сабақ мақсатына сай Шаншатайдың ауылға келгенге дейінгі және келгеннен кейінгі балалар өмірін салыстыру тапсырмасын ұсынамыз. Сіздерге ойлануға уақыт беріледі. Қане балалар, ойланып болсақ өз жауабымызбен салыстырайық. Шынында да Шаншатай ауылға келгенге дейін балалар азаннан кешке дейін ауыл маңындағы көлшікте шомылатын. Балалар бір-бірімен жиі шекісетін. Асық, шілік, қашпадоқ, орамал тастамақ, түйе-түйелер, жасырынбақ, ақсүйек тағы да басқа ойындар ойнайтын. Оны шығармада былай келтіреді. Ол кезде біз Сұлутөрдің етегіндегі Қосарық деген жерде тұратынбыз. Колхозымыздың аты да Қосарық болатын. Бұлай деп кім және қашан қойып жүргені беймәлім. Бірақ әр жерде бір шоқиған тамдардың арасымен ирелеңдеп ағып жататын жалғыз арық бар болатын. Неше жылдар бойына су шайып, мүжіле-мүжіле арнасының екі жиегі биіктеп, жарқабақтанып кеткен. Соның түбінде жылыста баққан суды кей жерлерінен бөгеп, өзімізше терең көлшік жасап алатынбыз. Шығармада бұл көлшік жасаудың мехнаты көп екенін және бұл жұмыстың күнде қайталанатыны туралы айтылады. Арасында Иманбек, Оңалбек есімді ересек балалардың басқа балаларға әлімжеттігі де көрініс табады. Сонымен ауыл балаларының күні бойғы тіршілігі осылай өтетін. Ал ауылға Шаншатай келгеннен кейін балаларды ұйымдастырып, қырманға комбайн көруге балаларды ертіп барып, масақ баулау арқылы колхоз жұмысына көмектесті. Қабырға газетін шығару арқылы адамдарды еңбекке баули білді. Балалардың ақындық суретшілік таланттарын ашты. Батыр пионерлердің ерліктерімен таныстырды. Алматыда шығатын пионерлердің газеті бар екенін айтып, суретші Ертайдың сол газетке суреттерін жіберуге ұсыныс жасады. Ықсан, Ертай, Шаншатай, Бейсекүл сынды пионерлердің достығы мен еңбектері айқындала түседі. Балалар, сіздердің де жауаптарыңыз осыған саяды деп ойлаймын.
Келесі тапсырмамыз кейіпкерлер мінезін салыстыру болмақ. Кестеде берілген кейіпкерлер сөзі арқылы кімнің және кімге айтқан сөз екенін анықтап, неліктен олай дегенін табу арқылы мінездеме беретін боламыз. Кестеде мына сөздер берілген. Өзі тым сән қой, мақтаншақ деп қалдым. Атасау, еркетайлағың қандай әп-әдемі, киімі де мұнтаздай таптаза, өзіне жарасып тұр демесе, менің сол күні Шаншатаймен кездесуімде не ғайбыл еді. Олай болса, жігіт адамның лайықты орны бар деп өз байламын айтты. Ол газетте өлең де, әңгіме де, суреттер де басылады. Сен суретті көп сал, жақсысын сонда жібереміз, сөзсіз басады деген болатын. Ал балалар, тапсырманы орындауға кірісейік. Олай болса, енді орындалған тапсырмаға келейік. Өзі тым сән қой, мақтаншақ деп қалдым деген сөз Ертайдың ата-әжесіне айтқан сөзі болатын. Ата-әжесінің Шаншатайды мақтағанын ұнатпаған Ертай, оның күн ысыда галстук тағып алғанын мұқатқысы келді. Атасау, еркетайлағың қандай әп-әдемі, киімі де мұнтаздай таптаза, өзіне жарасып тұр демесе, менің сол күні Шаншатаймен кездесуімде не ғайбыл еді деген сөз Ертайдың әжесінің атасына қарата айтқаны болатын. Немересінің ұнжырғасы түскенін көріп, көңілін көтеру үшін кеудесіне көгершін қондырды. Осы сөздерден кейін інісі Ержанның тиістіре айтқан сөздері жайына қалды. Тіпті орайын тауып, Ержанның тақыр маңдайынан бір шертіп, баж жеткізіп көшеге шығады. Олай болса, жігіт адамның лайықты орны бар деп өз байламын айтты деген сөзді Шаншатай балаларға айтқан болатын. Балалардың барлығын жинап, егіс басына бірінші рет келген комбайнды көруге ертіп барып, қырман басындағыларға көмек беруге шақырды. Оған келіскен балалар орақ басында ұзақ айналды. Денелері суға емес терге малынса да, бұрынғыдай шаршау, қиналу дегенді білмеді. Тіпті тыржиып, қабақ шытқан да ешкім болмады. Барлығында әлде бір көңілділік, серпін қанағаттандыратын секілді. Сол серпін балаларға Шаншатай арқылы беріліп еді. Міне осы істері арқылы Шаншатайдың қандай бала болғанын біле аламыз. Ол газетте өлең де, әңгіме де, суреттер де басылады. Сен суретті көп сал, жақсысын сонда жіберетін боламыз, сөзсіз басады деген болатын. Бұл сөздерді Шаншатай Ертайға айтты. Ертайдың суретті жақсы салатынын көріп, оның талантын одан әрі шыңдағысы келді. Алматыда шығатын Октябрь балалары газетіне Бейсекүлдің қырмандағы масақ баулау кезіндегі салған суреті солай шыққан болатын. Міне балалар, сіздер бұл тапсырманы орындау арқылы Ертайдың мақтан құмарлау, өзінен ешкімді артық көргісі келмейтінін, ал Шаншатайдың ұйымдастырушылық қабілетінің бар екенін білдіңіздер. Келесі тапсырмамыз шығарма кейіпкерлерін салыстыра талдау болмақ. Яғни сізге шығарма кейіпкерлерінің қайсысы көбірек ұнады? Кестеде берілген кейіпкерлердің ұнамды іс-әрекеттерін салыстыра отырып, өзіндік талдау жасауға шақырамын. Сіздер үшін ойлануға уақыт беріледі. Қанекей, сіздердің жазған жауаптарыңызды байқайық, және сіздер де былай жазды деп ойлаймын. Шаншатай атты кейіпкерімізге мына іс-әрекетін алсақ болады. Ойда жоқ жерде келе қалған тәмпіш қара бала әбден сүрлеу болған біздің бұрынғы әдетімізді лездің арасында өзгертті. Біздің қолымыздан пайдалы іс келетінін, біздің де жаз күндері басымыз бірігетінін, ойын екеш ойынды да ойнай білсек, онда бір мақсаттың бар екенін көрсетті. Бойымызда бұғып жатқан өнерімізді ашып, өз күшімізге өзімізді сендірткен еді. Себебі, қаладан келіп, ауыл балаларының өмірін бос өткізбей пайдалы істерге жұмылдыра білуі бәрінің көңілінен шықты. Кейіпкеріміз Ертайдың сөзі.
Сол түнгіт өзім тілеп алған азапты бастарыңа бермесін. Себебі ертайдың өтірік ауырып, барлығын алдаған сәтіне қысылып, енді қайталамастай өкінуі, өз қатесін түсінуі үлкен адамгершілік. Бейсекүл. Несін жасырайық, Бейсекүл масақ теруге шебер-ақ еді. Талдырмаш денесі мен сүйрік саусақтары масақ теруге әдейі жаралғандай. Шіркіннің қолы қолына жұқпайды-ау. Себебі Бейсекүл өте еңбекқор, жылдам қимылдайтын қыз. Өзі нәзік болса да жұмыстан қашпайды, белсене қатысады. Балалар, сіздерде осы секілді әр кейіпкердің өздеріңізге ұнамды іс-әрекеттерін таңдады деп ойлаймын. Балалар, сіздер бүгінгі тапсырмалар арқылы сабақ мақсатына жеткен боларсыздар. Сіздерге оқу тапсырмасына сай достық туралы есте жазуды ұсынамын. Ал кері байланысқа келсек, білетінім, білгенім, білгім келеді дей отырып, өздеріңізге есеп беріп өтсеңіздер деймін. Және міндетті түрде білгіңіз келетін ақпаратты алдағы уақытта алатын боларсыздар дегім келеді. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.